өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы, акционерлік қоғам филиалы, Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, үш тілді білім беру, ізденіс проблемалар және даму болашағы тақырыбымен онлайн режимінде халықаралық ғылыми практикалық конференция өткізді. Конференция жұмысына шекаралық аймақтық серіктестікті нығайту мақсатында көршілес Ресей мемлекетінен Орынбор мемлекеттік педагогикалық университетінің әлеуметтік педагогика және әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Сальцева Светлана Васильевна, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Жданова Светлана Николаевна, Конфуций институтының директоры, Цинзун академигі, профессор Ли Цянхун, Конфуций институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Шоқым Гүлжан Тынышбайқызы, Ақтөбе қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі директорының орынбасары, Америка құрама штаты азаматы Нейтан Лоурер, Ақтөбе облыстық мамандандырылған Қазақ-Түрік лицей-интернатының директоры, Түркия азаматы Мызрак Якуб, Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті филология ғылымдарының кандидаты, доцент Жұбанова Ардақ Есетовна, сонымен қатар өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғам филиалдарының мамандары мен жетекшілері қатысты. Конференция қатысушыларын облыстық білім басқармасының бастығы Умирбекова Сәуле Рахимовна және облыстық тілдерді дамыту басқармасының бастығы Төлебаева Гүлайым Тельмановна құттықтады. Пленарлық мәжілісті институт директоры, филология ғылымдарының кандидаты Абишева Нұргүл Молдабаевна ашты. Тараз қаласы бойынша біліктілік арттыру институтынан Жұматаева Меруерт Мұратовна, Орынбор облыстық Нежинск лицейінің директоры Жоламанова Жаншақ Болабековна, Қытай Халық Республикасының Іле педагогикалық университетінің профессоры Жүніс Нұрсара, Алматы қаласы Сүлеймен Демирел атындағы университетінің педагогика ғылымдарының кандидаты профессор Сыдықов Қанат Әлімбекұлы онлайн режиміндегі байланысқа шығып, келелі ой, тың идеялармен бөлісті. Конференция қорытындысында Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті және Қытай Халық Республикасынан Конфуций атындағы институтпен өзара ынтымақтастық меморандумына қол қойылды.